Жедел хабарлама: салық төлеушілер көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Елімізде Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды бірінші жерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бірден лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. 2025 жылдан бастап оңайлатылған салық режимін енгізу ұсынылды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақипова мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауындағы тапсырмаларын орындау мақсатында жүзеге асырылатын іс-шаралар туралы мәлімдеді деп хабарлайды ЛКС ақпарат агенттігі. Платформалық жұмыспен қамтуды реттеу және онда жұмыс істейтін жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау мақсатында биыл Қаржы министрлігімен бірлесіп интернет платформаларының көмегімен қызмет көрсететін тұлғаларға салық нормаларын қолдану бойынша пилоттық жоба, сондай-ақ әлеуметтік төлемдердің мөлшерлемесін төмендету және оларды төлеудің тетігін жеңілдету мақсатында әлеуметтік және салық кодекстерінде, сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңға өзгерту енгізу жөнінде ұсыныстар әзірленді, дейді Светлана Жақипова. Осындай жаңалықтар көп болуын қаласаңыз, видеомыз астына өз лайктарыңызды қалдырыңыздар. Кәне көреміз, қанша адам бұл жеңілдіктер болуын қалайды екен. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен, алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең.